Жылы күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен осылай әдемі болып көтерілетін, жұмсақ, үлпілдек, нәзік булочки дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Қантымызды, дрожжымызды, 1 шай қасық тұзымызды, 2 жұмыртқа, сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Үстіне 500 грамм ұн қостым. Менде қамырым бірікпей қалды, тағы да 50 грамм ұн қосамын. Қатты емес, қатты жабысқақ та емес, орташа қамыр шығады. Осыны 2 сағаттай уақытқа қойып қоясыздар. 2 рет қайтарып илейміз. Содан кейін өлшеп, ровно 10 бөлікке бөліп аламын. Шариктер бірдей болу үшін. 10 бөлікке бөліп, осылай орналастырып шығамын. Табамды алдын ала сарымамен майлағанмын. Енді осының бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан осылай көтерілді. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шықтым. Қалауларыңызға қарай мак, кунжут сепсеңіздер болады, сеппесеңіздер де болады. 170 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Ас болсын. Жасап көріңіздер міндетті түрде.